Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып тромбқа қарсы препараттар, яғни антитромбические препаратты. Бұларға екі түрін бөлсек болады: антиагреганты және антикоагулянты. Тромбты негізі түзетін бұл бізде тромбоциттер. Қанның үш заты болады, біріншісі эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер. Эритроциттердің құрамында жаңағы темір бізде оттегіні ары бері таситын болса, тромбоциттер бұлар бізді қорғанышты жаңағы қызмет атқарады. Яғни егер тамыр қандай да бір жарақат алатын болса, бізде енді қан жаңағы тесіктен ағып бастайды ғой, соны тоқтату қызметін атқарады. Яғни жаңағы сол жерде тесікті бітеп алып, сол жерде өздері тромбоциттер бір-біріне жабысып қанды тоқтатады. Лейкоциттер біздегі иммундық ответтерге жауап береді. Эритроциттер қызыл түсті болатын болса, тромбоциттер диск тәрізді жалпақ түрде болады. Бірақ олар жаңағы қандай да бір жарақатты олар өз тамырының бойымен былай аралап қабырғаларын істеп жүрген сияқты болады. Ешқандай жарақат жоқ па деген сияқты аралап жүреді. Егер қандай да бір жарақат түсетін болса, тесік ашылады ғой, ар жағында бізде коллагендер болады. Солар уже көрініп тұрғандықтан олар бір-бірімен активация жасайды. Ол сол жерге барып жабыса бастайды. Мынандай жан-жағынан талшық сияқтылар пайда болады, бір-бірімен былай кіреді, өстіп нығайтып ұстай бастайды. Бұл жерде гемостаздың бірінші сатысы. Егер бұл кішкентай капиллярларда бұл өздері тоқтата алады. Егер ол тоқтата алмай жатқан кезде гемостаздың екінші гемостазға өтеді. Ол кезде уже бауырдан ферменттерге әсер ету арқылы ол үлкен жаңағы факторлар, 10 фактор деген сияқты әсер етіп отырады. Ол кезде фибрин келеді. Фибрин дегеніміз жіп тәрізді аппақ болып келеді. Мына өстіп бір-бірімен тромбтар былай ұстап тұрады ғой, соның сыртын еще қаптайды. Сонда вообще қан тоқтау жерден тоқтатылады. Өзен коронарлық тамырларда осындай қандай да бір жарақат болатын болса, бұл өте қауіпті. Антиагреганттар, яғни бұл тромбоциттердегі рецепторға тікелей әсер ететіндер. Бұл қызметі енді тромбоциттердің бұл қызметі жақсы негізі. Бірақ егер көп мөлшерде түзіле бастаса, енді ойлаңыз, тамырда тромб сияқты әр жерде жаңа тромбоциттер бірігіп жүреді. Ана жерде үлкен тромбоциттердің шоғыры пайда болды. Ол жерде эритроциттер ұсталып тұр деген сияқты. Оның бәрі эритроциттердің, лейкоциттердің ары бері жүруін қиындатады. Сондықтан тромбтардың түзілуін азайту үшін алдын алады ғой. Ол кезде қалай болады? Сізде мысалы тромбоциттер бір-бірімен жабысатын қасиеті бар дедім. Бірінші адгезивный әсер дедік қой, адгезия жабысу, яғни тесіктің ортасы былай ашық тұрады, екі тамырдың ортасы. Сол жерге барып жабысады. Одан кейін бір-бірін тартып бірігеді тромбоциттер. Енді соның алдына алу үшін тромбоциттің ішінде де ферменттер болады. Тромбоциттің ішіндегі ферменттерге әсер етеді. Циклооксигеназа деп айтып жатыр ғой, жаңағы МПВС препараттарда. МПВСтерді екіге бөліп айтып жатырмыз. Необратимые ингибиторы ЦОП1 и обратимые деп. Необратимыйға бізде аспирин жатқызатымыз. Сондықтан аспирин содержащий препараттар кардиомагнил тромбоастарды осы тромбтың алдына алу мақсатында қолданатын препараттарға жатқызады. Себебі бұлар эффектісі ұзағырақ болады. Ол үшін аспиринді қолданылады. Аспиринді бірақ сіздер білесіздер, аспирин таблетка өзі 500 миллиграммда жүреді. Ол кезде ол противовоспалительный, яғни циклооксигеназаны ингибиторлаған кезде ол воспалениені тоқтату арқылы нетеді. Ал 300 миллиграммға дейін, яғни бізде көбінесе қолданылатын 75, 100, 150, тромбасты 50 миллиграммдығы бар аспириндер, ацетилсалицил қышқылы. Бұлар антитромботический препарат эффект көрсетеді. Тромбоциттегі ферменттерді мен тоқтатады дедім. Яғни циклооксигеназаны ингибиторлау арқылы ол түзілмесе, значит тромбтарда түзілмейді деген сөз ғой енді. Енді мысалы беременность кезінде 12 аптадан 20 апта аралығында жазады негізі. Көбінесе одан кейін уже білесіздер, босану кезінде қан кету мүмкіндігі бар. Сондықтан босануға жақындаған кезде негізі бермейді. Себебі
ол қан ұйғыштық қасиет ол кезде де керек, енді босану кезінде бәрібір қандай да мөлшерде болсын қан кетеді. Аспириннің 1/4 бөлігін беріп жатады, бірақ бұл балаларға болмайды, 18 жастан жоғары ғана. Сосын бұлар асқазанға зиян, білесіздер, барлық МПВСтер. Сондықтан кардиомагний, мысалы магний қосып береді, өйткені магний асқазанды қорғайды. Екінші рецептор бұл жаңа біз біріншісінде антагонисте сукатин дедік қой, енді бұл екіншісі антагонисте рецепторов P2Y12 деген бар. Ол да тромбоцистің сыртында болатын рецептор. Оны да ингибировать ететін болса, бір-бірімен тромбоциттер түзілмейді. Оларға білесіздер, біздегі Корекс клопидогрел составтары 75 миллиграммнан болады. Енді әртүрлі түрлері бар, плавикс те бар. И екінші бізде бриллинта. Бриллинта да бұл осы антиагреганттық препараттардың қатарына жатады. Антиагреганттық препараттарға жаңа біз аспиринді, клопидогрелді и плавикс жатқыздық қой. Бриллинтаны жатқыздық. И уже төртіншісі бізде көп қолданылатын трентал, пентаксофилин. Пентаксофилин көбінесе мимен қатысты, жаңа бас қан айналымында дұрыс болмай жатқан кезде, сол кездерде көбірек жазылады. Яғни бұлар білесіздер ампула түрінде. Бұларды енді дәрігердің назначениесімен ғана берілетін препараттар. Негізі барлығы тек назначениемен беріледі, өйткені қан кетіп қалу, кровотечение дейміз, сол басталып кету қауіптілігі болады. Сондықтан олар қандай да бір анализді тапсырып барып қана дәрілерді тағайындайды. Екінші антикоагулянттар. Антикоагулянттар екіге бөлінеді. Тікелей және тікелей емес. Антикоагулянттар бұлар гомеостазды түзетін факторларға әсер етеді. Яғни факторы свертывания деп атаймыз. Бұлар бауырдан қандай да бір сигнал алу арқылы ғана жасалынады. Енді бұл жерде тікелей емес деп бөлінетіні, мысалы гепарин. Гепаринді егер пробиркаға қан алып, егер гепарин үстіне құятын болсаңыздар, сразу тарқап кетеді. Жаңағы үйіп тұрған қанда. Егер тікелей емес препараттарды пробиркаға құятын болса, ол ешқандай әсер бермейді, өйткені оған организмнің бүтін өзі керек, яғни бауырдан келетін сигналдар. Енді бұлар прямые, не прямые деп бөлінеді ғой. Прямыйға жаңағы гепарин жатқыздық. Гепариннің өзі низкомолекулярный, высокомолекулярный шығады. Высокомолекулярный, яғни бұлардың эффективтілігі жоғары, қауіптілігі аз деген сияқты. Ал низкомолекулярный гепариннің өзі жатады. Одан кейін кликсан, білесіздер, дайын шприц түрінде кездеседі. Одан кейін фраксипарин тоже дайын шприцтің ішінде болады. Қандай дозалаудың қажет жоқ. Егер қандай да бір корректировка керек болатын болса, негізі сәл азайтып жасап алады. Бірақ салардың алдында ешқандай шприцті ары бері жылжытпайды, ауа қалмау керек. Енді высокомолекулярный, бұлар біздің жаңа аптекаларда болатын ксарелді. Одан кейін екіншісі продаксан алынатын ксарелда, продакса, бұлар гепаринді емдеп болғаннан кейін ары қарай жалғастыруға арналған препарат. Енді бұлар қымбатырақ тұрады, бірақ әсер ету ұзақтығы жоғары. Сондықтан операциядан кейін толық организмде хирургиялық операциялардан кейін, мысалы гепаринді салып болғаннан кейін, мысалы 3 күн гепарин салды ма, одан кейін уже осы ксарелданы мысалы 1 апта, 10 күн деген сияқты жалғастыру мүмкін, алдын алады. Яғни көп қан үйіп қалмайтындай, өйткені организмде жаңағы операция кезінде қандай да бір болсын тамырлар жаңа кесіледі ғой, одан уже тромбоциттер сол жерге барады да, тромб түзе бастайды, уже нету үшін, қорғап қалу үшін. Бірақ енді организмнің 2-3 жеріне бірден операция жасалғаннан кейін көбірек түзіліп кетеді. Сондықтан енді ол да минус болады. Сондықтан осындай препараттар, антикоагулянттар қолданылады. Екінші антикоагулянтта бұл жаңа тікелей емес әсер ететін, бұлар антагонисты витамин К деп варфаринді айтып жатамыз. Енді К витамині осы тромбтың түзілуіне қатысады деген сөз. Тромбтың түзілмесі үшін
витамин К-ны тежейді. Енді қараңыз, бұның қауіптілігі неде? Витамин К-ны сіз қандай да бір тамақпен қосымша тағы қабылдауыңыз мүмкін. Варфарин, мысалы варфарин қабылдап жүрген кезде күнделікті, кейде күнде, кейде бір аптада келіп жаңағы анализ тапсырып тұрады. Басында аптасына 2 рет анализ тапсыруы мүмкін, күніне тапсыруы мүмкін. Бұл варфаринді қабылдап жүрген кезде. Ал жаңағы біз ксарелта деген сияқты препараттарды қабылдаған кезде, бұл кезде анализ тапсыруды, жиі анализ тапсыруды қажет етпейді. Айына мүмкін тапсырып қою мүмкін, қалай болып жатыр, тоқтату керек па, лечение тоқтатпау керек па деген сияқты. Варфаринді қабылдаған кезде, яғни коагулограмма гемостазды қаншалықты болып жатқанын анықтайды, яғни свертывание крови. Ол жерде протромбин. Протромбин деген сөз, мысалы, тромбинге айналады деген сөз, тромбға түсетін ферментке. Протромбин, сосын фиброноген дейтін, яғни ген деген сөз, фибринді түзеді деген сөз. Фибрин жаңа бізде айтқан жіп тәрізді, тромботисттердің сыртын қаптайтын жіп. Бұл препараттарды беріп жатқанда клиентке қандай жаңағы ескертулер айту керек. Яғни қан қатты сұйылып кететін болса, кровотечение болады. Сондықтан жай ғана мысалы жарақаттарда, тіс тазалаған кезде қан кетіп қалу мүмкіндігі болады. Сондықтан абайлап жүріңіз, тісті асықпай тазалаңыз, ешқандай жарақат алмауға тырысыңыз деген сияқты өздеріңіздің кеңестеріңізді бересіздер.